Айдана үшін күн әдеттегідей басталған. Таңғы сағат 7. Күйеуі Асқар жұмысына асыға дайындалып жатыр, ал ол ас үйде түскі асын дайындап, жаңа күнге керек ұсақ түйектерді реттеп жүрген. Бәрі тыныш, бәрі қалыпты сияқты. Бірақ дәл осы қалыптылықтың ішінде біртүрлі суықтық бар еді. Айдана оны соңғы айларда жиі сезетін. Асқар бұрынғыдай емес, көзқарасы басқа жақта, сөйлегені қысқа, үйге кешігетін болған. Бірақ Айдана ештеңе айтпайтын. Себебі ол асықпайтын әйелдердің қатарынан еді. Бәрін бақылап байқайтын, бірақ бірден реакция білдірмейтін. Оның салқын сабыры ең мықты қаруы. Бірақ сол күні таңертең бәрі өзгерді. Асқар телефон қалтасынан түсіп кетті. Айдана еденге құлаған телефонды көтеріп жатқанда, экран 2 секундқа жанып, оған танымайтын нөмерден келген хабарлама көрсетілді. Кеше түн керемет болды. Тағы қашан кездесеміз? Деген жүрекшелі смайликпен аяқталған. Айдананың жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бірақ бетіне ештеңе шығармады. Телефонды баяу ғана күйеуіне беріп, түсіп қалды деді. Асқардың көзі бір сәтке дір ете түскендей болды. Бірақ ол да өз сезімін жақсы жасыратын. Рахмет деді де телефонды жылдам сөндіріп қойды. Айдана сол күні ештеңе сұраған жоқ. Жылаған жоқ. Ерегіскен жоқ. Оның орнына үстелге шай қойып күлімсіреп жүре берді. Бірақ жүрегінде өрт тұтанды. Бұл өрттің үнсіз жануы қорқыныштырақ еді. Себебі енді ол бәрін анықтап, дәлелдеп, содан кейін шешім қабылдауды ойлады. Айқаймен, даудамаймен емес. Хитрый, ақылды, жүйелі жолмен. Асқар не ойлап жүр? Кіммен жүр? Қанша уақыт болды? Неге батылы жетті? Мұның бәрін Айдана білгісі келді. Сол күні түстен кейін ол ноутбугын ашып, жұмыс деген болып отырып, телефонның айнадағы бейнесі сияқты көрінетін бағдарламаны зерттеді. Ол ешқандай заңсыз әрекет жасамай-ақ күйеуінің мінез құлқын бақыламақ болды. Айдана парасатты әйел. Дәлелсіз дау шығармайтынын Асқар да білетін. Бірақ дәл осы салқын қандылық Асқардың қауіпсіздік сезімін арттырып жіберген еді. Ол ештеңе байқатпай жүрген әйелдің ішінде қандай дауыл тұрғанын сезбеді. Кешке Асқар тағы да жұмыстан кеш келді. Жиналыс болды деді. Айдана күлімсіреді. Жарайды, шаршаған шығарсың, тамақ дайын. Асқар үстелге отырғанда Айдана оның телефонды бетіне қаратып қойып отырғанын байқап отырды. Бұрын олай істемейтін. Әдетте экран жоғары қарап тұратын. Қазір экран төмен қараған. Бұл классикалық белгі. Айдана ішінен ауыр күрсінді. Бірақ сырттай бәрі жақсы. Түнде Асқар ұйықтап қалғанда Айдана телефон оның қолынан баяу сырғып кеткенін көрді. Бір ғана секундқа экран жанып, тағы бір хабарлама түсті. Асқар, сені қатты сағындым. Әйелің ұйықтасын, сосын жаз. Бұл жолы жүрегі шым етіп ауырды. Тіпті ауа жетпей қалғандай болды. Бірақ өзін қолға алды. Ол дәл қазір ештеңе істей алмайды, әрі істемейді де. Себебі ол эмоция арқылы емес, әрекет арқылы жауап беретін әйел. Келесі күндері Айдана Асқардың мінезін, шығу уақытын, киіміне дейін өзгергенін бақылап жүрді. Күн сайын параллель әлемде басқа өмір сүріп жүрген адамды көргендей сезінді. Ертерек жұмысқа кету, кешірек келу, үнемі хабарлама жазу үшін басқа бөлмеге шығу. Оны бұрын байқамаған үшін өзін кінәлідей сезінді. Бірақ эмоцияға берілмеді. Бұл тек бастамасы екенін білді. Бір күні ас үйде отырып тамақ жасап жатқанда Асқар душтан шығып келіп, телефонын залдағы үстелге қалдырып кеткенін байқап қалды. Хабарлама дауысы шықты. Айдана жүрегі ат шаптырымдай дүрсілдеп тұрса да өзін сабырлы ұстады. Ол телефонға жақындап қолын созған жоқ. Тек экранға алыстан көз тастады. Хабарламада әйелдің есімі тұрды. А деп сақталған. Бұл жасырын сақтау тәсілі. Сол сәтте Айдана шешім қабылдады. Ол кек алады. Бірақ бірден емес. Алдымен барлық айғақ жинайды. Оны күйрететіндей дәлдікпен. Өзіне көрсеткен сатқындықтың ауырлығын ол толық сезінетіндей етіп. Сол күннен бастап Айдана өз жоспарын бастады. Ол алдымен Асқардың мінезін өзгерткен сәттерді жазып жүрді.
Қай күні кешіккенін, кіммен сөйлескенін, қандай көңіл күйде келгенін, қандай сылтау айтқанын. Барлығы күнделікке жазылды. Бұл жай күнделік емес, болашақтағы үлкен соққының алғашқы қадамы болатын. Бірнеше күннен кейін ол алғашқы нақты айғақталды. Асқар душқа кірген кезде оның телефон экраны қайта жанып кетті. Айдана оған тиіспеді. Бірақ бағана орнатқан көрініс бейнелеу бағдарламасы арқылы экранның шағын бейнесі оның ноутбугіне шықты. Заңсыз емес, жай ғана үйде тұрған жалпы экран айнасы сияқты жүйе. Асқардың А деген әйелмен хабарламалары анық көрінді. Сен бүгін келесің бе? Әйелім үйде. Оған бәрібір ғой, сен оған қызық емессің. Соңғы сөйлем жүрегіне пышақтай қадалды. Бірақ Айдана өзін ұстай алды. Оның қолы дірілдеп тұрды, бірақ көзі суық. Не болғанын түсінді, Асқар оның қадірін білмейтін соқыр, өзіне сенімді ақымаққа айналған. Сол түні Асқар ұйықтап жатқанда Айдана ұзақ уақыт терезенің алдында тұрды. Қала шамдары алыстан жымыңдап, тыныш түнді ерекше бір ауырлыққа бөлеп тұрғандай болды. Ол ойланып тұрды. Мен не істеймін? Жылап отырып ажырасам ба? Айғай шығарып үйді басыма тік қылайын ба? Жоқ, менің жолым мүлде басқаша. Оның жоспарының негізінде 3 нәрсе жатты. Біріншісі дәлел. Екіншісі күтпеген соққы. Үшіншісі Асқарды толық күйрету. Айдана енді эмоциямен емес, ақылмен әрекет ететін фазаға өтті. Ол сыпайы, жылы, қамқор әйел рөлін ойнауды жалғастырды. Асқар ештеңе сезбеді. Керісінше әйелім ештеңе байқамайды, ақымақ деп ойлаған болуы мүмкін. Бірақ дәл осы ой оның ең үлкен қателігі еді. Апта өткен сайын Айдана оның мінез құлқын зерттеп отырды. Кейде ол тіпті әдейі үйде боламын деп айтып, кейін кенет подругаға барып келемін деп шығып кететін. Бұл кезде Асқар дереу бір жерге баратынын Айдана біліп жүрді. Ол көліктің гіпс тарихын қарап, соңғы баруларын белгілеп алды. Ол барған мекенжай бір емес, бірнеше рет қайталанған. Бұл кездейсоқ кездесу емес, тұрақты байланыс екенін дәлелдеді. Бір күні Айдана ойламаған жерден жеңіл киініп, қалаға шығуға дайындала бастады. Қайда барасың? Деп сұрады Асқар. Әсеммен кездесемін, деді Айдана. Асқардың көзінде түсініксіз бір қуаныш жылт етті. Бұл еркіндік алдым деген қуаныш. Айдана шығып кетті. Бірақ Әсемге бармады. Ол көлігімен басқа жаққа бұрылды. Асқардың көлігінің пыс бойынша тұрған жері қала сыртындағы қарапайым бір пәтер. Барлығы түсінікті болды. Айдана пәтердің қасына барып көлікті алыста тоқтатты. Көліктің алдында Асқардың таныс машинасы тұрды. Ал терезеде шам жанып тұрды. Қабырғаның ар жағында не болып жатқанын Айдана білгісі келмеген. Бірақ бұл оның кек отын одан сайын күшейтті. Ол дәл сол жерде ұялы телефонына видео жазба түсірді. Көлік кіре беріс, уақыт, нөмір. Оның бұл сәттегі жан қалпы көз жасымен емес, суық сабырмен берілген еді. Бұл тек бастамасы, деді өзіне. Сол күні түнде ол Асқарға бұрынғыдан да жылы сөйлеп, күйеуінің әңгімелерін тыңдап отырған болды. Асқар бірдеңе сезді ме? Жоқ, ол әйелінің ішінде қандай дауыл тұрғанын мүлде байқамады. Айдана оның мен бәрін бақылауда ұстап отырмын деген жалған сенімін одан сайын күшейтті. Себебі дәл осы сенім кейін оны күйрететін қаруға айналмақ. Айдана енді күнде жаңа айғақ жинап жүрді. Хабарламалардың жазбасы, кездесудің видеосы, шығындардың көшірмесі, жұмысынан ерте шыққан күндері. Барлығы бір папкаға жиналды. Папканың аты да ерекше еді, ештеңе сезбеген еркек. Бірақ бұл тек бірінші бөлім еді. Айдананың кек жолында бұл тек бастама. Ол әлі ештеңе істеген жоқ. Тек көрді, білді, жинады. Ал әрекетті кейін бастайды. Асқардың өзі дайын емес кезде. Оның ең әлсіз жеріне түскен кезде. Айдананың көзіндегі от күннен күнге күшейіп келе жатты. Ең қорқынышты әйел айқайлап тұрған әйел емес. Ең қорқынышты әйел үнсіз қалған әйел. Айдана дәл сондайға айналды. Айдана таңертең оянғанда көңілінде бұрынғыдай ауырлық жоқ еді.
Себебі ол енді тек жәбірленген әйел емес, ақылды жоспар жүргізіп жатқан стратег сияқты сезінді. Оның әр қадамы есептелген, әр сөзі орында, әр эмоциясы бақылауда болатын. Енді ойын ережесін ол емес, Айдана орнататын уақыт келген. Сол күні таңғы ас үстінде Асқар тағы да телефонға телміріп отырды. Кейде еріксіз жымиып, кейде күйбеңдеп бірдеңе теріп жатқанын байқатты. Айдана оған ештеңе демеді. Тек, бүгін жұмыстан кейін әпкеммен кездесемін. Үйге кеш келемін, деді жай ғана. Асқардың көзінде тағы да сол жасырын жеңілдік жылт етті. Айдана оны көрмегендей болды. Бірақ оның ішінде мүлде басқа есеп жүріп жатқан. Кешке Айдана шынымен шықты. Бірақ әпкесіне бармады. Оның орнына қала орталығындағы кафеге барып, жағымды музыка тыңдап, бір шыны кофе алды. Бұл оның жоспарындағы бір бөлшек қана емес, көңілін орнына түсіру үшін жасалған әрекет еді. Ол өзін бұлай жақсы көруді ұмытқан. Енді қайта үйреніп жатқан. Сол арада Асқар үйде қалды. Бірақ Айдана білетін, ол үйде отырмайды. Расымен бір сағаттан кейін қыз тарихында Асқардың жүріп бара жатқаны көрінді. Тағы да сол мекен жай. Тағы да сол құпия пәтер. Айдана асықпады. Бұл жолы дәлел жинауға барған жоқ. Ол тек Асқардың байланысын өршітуі керек. Себебі тек сол кезде ол ойланбай, қате үстіне қате жасай бастайды. Уақыт өте келе Айдана Асқардың қалаған дүниесін өзі-ақ итермелейтін жағдай жасады. Қатты ұрыспады. Қатты сұрамады. Тіпті кейде бүгін қаласаң, достарымен кездесе сал деп те айтатын болды. Мұндай күтпеген еркіндік Асқарды шатастырды. Бірақ оған ұнады. Бір күні кешке Асқар ерекше көңілді күйде келді. Әдетте шаршап, жүйкесі тітіркеніп келетін. Ал бүгін қуанышты. Телефонды да тығып әуре болмай, еркін үстелге қойып кетті. Айдана ішінен жымиып қойды. Бұл ер адамның өзіне тым сеніп кеткенін білдіретін белгі. Түнде Асқар ұйықтап кеткенде, Айдана тағы да экрандағы кішігірім көріністі бақылап отырды. Хабарламалар өздігінен түсіп жатты. Сен бүгін ерекше болдың. Әйелің тағы да ештеңе сезбеді ме? Асқар, ол мені мүлдем бақыламайды. Бәрі жақсы. Ендеше жақында менің үйіме көшіп келесің ғой. Айдана осы сөзді көргенде таң қалған жоқ. Қатты күйінгенде жоқ. Ол бұл сәттің болатынын күтіп жүреді. Себебі күйеуінің опасыздығын неғұрлым тереңдете түссе, оның құлауы соғұрлым ауыр болады. Сол түні Айдана өз жоспарын келесі деңгейге көтерді. Ол адвокатпен сөйлесті. Адвокат оған кеңес берді. Айғақтарды жинай беріңіз. Дәл қазір ештеңе жасамаңыз. Оны күтіп тұрған ең ауыр соққы күтпеген соққы. Айдана басын изеді. Ойын осылай жүргізгісі келетінін өзі де білетін. Келесі аптада ол Асқардың көңілін одан сайын көтере түсті. Кейде тіпті романтикалық кеш жасап, күйеуіне ерекше көңіл бөлетін. Оның бұл жылы жүрісі Асқардың сақтығын толық жойды. Асқар өзін әлемдегі ең ақылды, барлық әйелді басқаруға қауқарлы адам сезіне бастады. Бірақ еркектің дәл сондай сәті ең әлсіз сәт. Бірде соңында Айдана Асқардың киімін жинап жатып, оның пиджак қалтасынан чек тауып алды. Чекте ресторан аты тұр. Қаладағы ең қымбат мейрамхана, Айданамен ешқашан бармаған жер. Және чек 2 адамға арналған. Айдана бұл деректі де суретке түсіріп папкасына қосты. Сол күні ол Асқарға ерекше жылы сөздер айтты. Сен өте шаршаған сияқтысың, демалуыңа уақыт тауып жүрсің бе? Асқар күлімсіреді. Иә, бәрі жақсы. Айдана оған сенгендей болды. Өзіне қарап отырған көзқарасты да өзгертпеді. Себебі ол енді жылап қалатын, эмоциямен жүретін әйел емес. Ол кек алуға ұмтылған, өзінің құнын білген әйел. Күйеуінің жарқын жүзі күннен күнге ашылып келе жатқан еді. Оның ойынша өмірінде ешқандай мәселе жоқ. Атты әйелмен қарым-қатынасы да күшейіп бара жатыр. Ал Айдана болса тіпті бақытты болып көрінеді. Тіпті үйге кешігіп келе бастады. Бұл Асқарды шатастырды. Ол тіпті бір күні: сен соңғы уақытты өзгеріп кеттің, деді. Айдана жай ғана: өмір бір орында тұрмайды ғой, деп күлімсіреді. Бұл сөз Асқардың басына ештеңе салмады.
Ол кек жайлы ойламады. Әйелінің барықты бақылап жүргенін сезген жоқ. Оның өмірі ертегідей боп көрінді. Көңілдесі бар, оған бара алады, үйінде тыныш әйел бар. Тамаша өмір деп ойлады ол. Айдана дәл осы ойдың артынан құлаш жетпейтін құлау күтіп тұрғанын біліп тұрды. Бір күні Айдана жоспарды жаңа деңгейге шығарды. Ол Асқардың көңілдесіне жасырын, бірақ өте маңызды қадам жасады. Ол әлеуметтік желіден А деген әйелді тапты. Оның парақшасын көрді. Кім екенін, қайда жұмыс істейтінін білді. Ол мейрамханада түсірілген бір суретті көріп қалды, дәл сол чек шыққан мейрамхана. Бұл нақты дәлел ғана емес, олардың кездесуін дәл анықтайтын айғақ. Ол әйелдің парақшасына жай ғана кіріп шығып жүрді. Бірақ бір күні күтпеген жағдай болды. Айдананың сторисін ашыпты. Демек ол оның аккаунтын көрді. Мүмкін қызығушылықпен, мүмкін мазасыздықпен. Бұл да Айдананың пайдасына жұмыс істеді. Себебі енді ол әйел қорқа бастайды. Оның қорқуы Асқардың үстінен жасалатын қысым. Айдана әдейі стористеріне бақытты өмірін, әдемі кештерін, тіпті кейде гүлдер алып жүрген кадрлар салып қойды. Шынайы емес, бірақ өте сенімді. Көңілдесі оны көріп, өзінің Асқарды тартып алдым деген сеніміне күмәндана бастады. Бір күні кешке парақшасында айқын белгі пайда болды. Өзіңнің орныңды білмесең, ешқашан бақытты болмайсың. Бұл Айданаға бағытталған емес, өзіне айтылған ашу. Асқарға барып, неге әйеліңмен әлі ажыраспай жүрсің? Деп сұрағаны анық еді. Асқардың ойланбай істеген барлық әрекеті қазір оның ең әлсіз тұсына айналып жатқан. Тағы бір апта өтті. Асқардың жұмыста қателіктері көбейе бастады. Себебі екі жақтағы әйелдің қысымын сезе бастады. Бірі Айдананың күтпеген тыныш сабыры. Екіншісі көңілдесінің талаптары. Ол өзін қыспаққа түскендей сезіне бастады, бірақ жолды қайдан іздерін білмеді. Айдана оның әлсірегенін көрді. Бірақ жүрегі ауырмады. Себебі ол осы күйді әдейі жасаған. Әдейі оған бостандық берген, әдейі оны батылдандырған, әдейі оған толық сенімділік сыйлаған. Енді дәл сол сенімділік оның мойнындағы арқанға айнала бастаған. Айдана соңғы күндері өзін бұрынғыдан да сабырлы, тіпті бір түрлі жеңіл сезіне бастады. Ішіндегі өрт енді жылау мен ашудан тұрмайтын. Ол жоспарлы, есепті, салқын қанды күшке айналған. Ол өз өмірінің бақылауын қайтарғанын терең сезінді. Асқардың сатқындығы енді Айдананы қорлатпайтын. Керісінше, оның ақылын оятқан, жанын ширықтырған, болмысын өзгерткен жағдайға айналды. Асқар болса, керісінше күн сайын әлсіреп бара жатты. Оның көзіндегі сенімділік баяу өшіп, орнын мазасыздық баса бастады. Жұмысқа барғанда басы қатып, үйге келсе шаршап құлайтын. Оның ойынша, оның мазасыздығына себеп көңілдесі. Ол әйел күн сайын қысып талап қойып асықтырып жүр. Ал шындық басқаша еді, оның түбін ойып жатқан Айдананың тым тыныш, тым байсалды, тым жылы болуы. Таңертең ол асқа отырып, «Сен соңғы кезде тым жақсы болып кеттің» деді. Айдана күлімдеп, «Өмір қысқа. Ұрысып, ренжісіп жүруге тұрмайды» деп жауап қатты. Асқар осы сөзден кейін одан сайын қобалжыды. Өйткені ол ештеңе сезбейтін әйелден қорқа бастады. Айдананың көзінде бір түрлі тереңдік бар еді. Бірақ ол оның не ойлап жүргенін түсіне алмады. Сол күні кешке Айдана оның жұмыс киімін жуып жүріп, қалтасынан тағы бір қағаз тауып алды, қонақ үйдің жалдамалы бөлмесіне төленгенше. Күні мен уақыты көрсетілген. Дәл сол күні Айдана Әсемге барамын деп үйден шыққан. Бұл Асқардың Айданаға сенгені соншалық, тіпті сақтануды қойғанын көрсететін айғақ. Айдана чекті папкасына салды. Папканың ішіне бір апта бұрынғы аудио жазба, мейрамхана чегі, тіпті карталары, түнгі суреттер бәрі жинақталған. Айдана сол папканы қолына алып ұзақ қарады. Бұл оның кегінің іргетасы. Оның әр парағы бір шындық. Әр шындығы Асқардың тағдырына қағылған бір шеге. Күндер өтіп жатты. Асқар бұрынғыдай еркін күле алмайтын болды. Телефонды жасыруға тырысты. Бірақ Айдана оны аңдамай ұстап алғанда, ол өзін кінәлі сезінгендей шошып қалатын. Бір күні Айдана оған қарапайым ғана сұрақ қойды. «Сен бақыттысың ба?» Асқар сасып қалды.
Неге олай сұрайсың? Жай сен соңғы күндері өзгеше жүрсің. Асқардың жүрегі шым ете қалды. Айдана ештеңе білмесе де, бәрін білгендей сөйлейтін. Бұл ой Асқардың жанын жеп, өзінен өзі іштей күйреуіне себеп болып жүрді. Сол күні түнде ол қасында мызғып жатқан Айданаға қарап ұзақ жатты. Айдананың тыныш жүзі оған тіпті жұмбақ көрінді. Ол бәрін біле ме? Әлде мен артық ойлап жүрмін бе? Бірақ шындық, Айдана бәрін біліп отыр. Келесі күні Айдана заңгерімен сөйлесті. Барлық айғақтарды көрсеткен жоқ, тек бір бөлігін ғана көрсетті. Заңгер ұзақ қарап шыққан соң: сіздің ісіңізді шешу өте оңай болады. Сізде нақты, айқын және заңды дәлелдер бар. Қаласаңыз, мүліктің көп бөлігін, тіпті бизнестегі үлесін де ала аласыз. Айдана жай ғана басын изеді. Әлі уақыты келген жоқ. Заңгер таңғалып: неге? Айдана салқын жымиып: ол әлі өзі құлаған жоқ. Мен оның өзі құлағанын қалаймын. Сосын ғана соңғы соққы жасаймын. Заңгер сөз таппай қалды. Айдананың дауысы тыныш болса да, оның артында қатты күш тұрғаны сезілді. Сол уақытта Асқар мен оның көңілдесінің арасындағы қарым-қатынас нашарлай бастады. Себебі ол әйел Асқардан талап қойып шешім күтті. Айдананың парақшасындағы бақытты стористер оның қызғанышын одан сайын арттырды. Ол Асқарға хат жазды: сен менімен жүресің, бірақ үйіңе қайтып барасың. Бұл қаншаға дейін созылады? Мен күтуден шаршадым. Асқар жауап бермеді. Себебі ол енді өз өмірінің быт-шыт болайын деп тұрғанын сезе бастады. Бір күні олар жанжалдасып қалды. Айқайлап Асқарға: әйелің бәрін білетін сияқты, деді. Ол ештеңе білмейді, деп Асқар айқай салды. Сен соған сенесің бе? Оның көзқарасы, мінезі өзгеріп кетті. Ол сені бақылап жүр. Сен жақында бәрін жоғалтасың. Осы сөздер Асқарды түңілдірді. Ол шынымен бәрін жоғалтқысы келмеді. Бірақ жағдайды бақылау мүмкін болмай бара жатты. Ол сол күні үйге кеш, көңілсіз келді. Басын ұстап ауыр күрсінді. Айдана оның алдына шай қойып: жұмыста қиындық болды ма? Иә, бәлкім, деді Асқар. Ол әйеліне қарады. Айдана оған мысқылмен емес, жылы қарайды. Бірақ дәл осы жылылық Асқардың жанын одан сайын ауыртты. Себебі ол сол жылылыққа лайық емес екенін білді. Сол түні ол қайта ұйықтай алмады. Жүрегі шаншып, мазасыз күйде жатты. Айдана оның жағдайын байқап тек: ертең демалып ал, деді. Асқар рахмет деп қана күбірледі. Айдана төсектен тұрып терезе алдына барып тұрды. Асқар оның сұлбасын көрді, ұзын қара көлеңке, терезе жарығымен біріп тұрған. Ол сәтте Айдана оған өте алыста тұрғандай көрінді. Мен әйелімді жоғалтып алуым мүмкін. Бірақ оның ендігі ойы кешеді. Келесі күні Айдана күйеуіне таңғы ас дайындап жылы сөйлесіп жүрді. Асқар жұмысына кетті. Ал Айдана оның шыққанын күтіп папканы алды да үстелге жайып қойды. Оның үстінде әр айғақ, әр сурет, әр хат бір үлкен картаның бөлшектері сияқты тұр. Айдана көзін жұмды. Терең тыныстады. Бұл тек бастамасы. Мен оны ең соңында аяусыз жазалаймын. Бірақ қазір тек тыныштық.